Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомыз адыраспан өсімдігінің қандай ауруларға ем болатындығына арналмақ. Видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз, және видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Адыраспан түйетабандар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Сабы мен гүлінде уы болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 сантиметрдей. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Бір түрі шөл-шөлейтті, сортаңды жерлерде, әсіресе Шу, Іле, Сырдария, Сарысу өзендерінің бойындағы тақырланған жайылымдарда өседі. Оның сабағы бұтақты, салалы тамыры 10 метр тереңдікке жетеді. Гүлі ақ сары түсті. Мамыр, шілде айларында гүлдейді. Адыраспан қандай ауруларға ем? Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатта пайдаланады. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әли Ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері арасында адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен қайнатылып жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар шөбін жағып, түтінмен бас ауруын емдейді, әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқыммен қосып демікпені емдеген. Сондай-ақ қара немесе қызыл бұрышқа араластырып, теңге қотырға, яғни псориазға жағады және несеп жүргізетін, тер шығаратын дәрі ретінде қолданады. Адыраспанды мыңжапырақ гүлдерімен, киік отымен, шөп шайы гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гепатит гастритін емдейді. Адыраспан шөбінің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланады. Ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданады. Адыраспанды тас шөппен, қараңдыз тамырымен қосып қайнатады да, радикулитті, 8 көз невралгиясында емдеуге қолданады. Бұл ауруларды емдеген кезде жоғарыдағы қайнатындыны ішумен бірге шөбімен белді булау да жақсы нәтиже беретіні байқалады. Ғалымдар не дейді? Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамындағы гармалин бар екені анықталды. Ол антиоксидант. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғышына қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ ол сал ауруын емдейді. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуде оң әсерін береді. Адыраспанды іш жүргізетін дәрі ретінде де қолданады. Бұдан бөлек невралгия, миопия және басқа жүйке ауруларын емдеуге қолданады. Шөптің құрамындағы пеганидин микробтарға қарсы күресуге мүмкіндік береді. Адыраспан үйді жын-шайтандардан тазартады ма? Бұл шөпті қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан халық арасында оны бәле жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерлерге, кереге басына іліп қояды. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын-шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын-шайтандардан тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып тұтатып, үйді аластайтын болған. Адыраспанды у ретінде қолданған. Бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланған көрінеді. Олар оны жауының ұлтарағына жаққан. Бірнеше күннен соң адам өледі. Ұлт-азаттық қозғалысының көшбасшысы Батыр шешен Сырым Датұлын адыраспанмен улады деген дерек бар. Батырдың үзеңгесіне осы уды жаққан. Сырым Датұлы у табаны арқылы жұққанын білген кезде жанындағыларға аяғын тізесіне дейін шауып тастауды сұрапты. Бірақ Батырдың аяғын шабуға ешкімнің батылы бармаған. Салдарынан отарлау саясатына қарсы күрескен қолбасшы
қаза тапқан. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.